Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі сабақта сіздерге оқытушылардың ең көп уақыт алатын проблемалардың бірін қалай жасанды интеллекттің көмегімен 5 минутта шешуге болатын көрсететін боламын. Ол бізде әрине қысқа мерзімді жоспарды жасақтау. Негізінен ең қарапайым барлығы білетін ChatGPT-ді қолдануға болады, бірақ та көбісі бұл жерде запросы дұрыс жазбайды. Запрос дегеніміз промптта оқытушылардың көбісі тек қана қысқа мерзімді жоспар жасап бер және тақырыбын жазып бере салады. ChatGPT бұл запрос толыққанды түсінбейді, ол тек қана сізге сөзбен астында сабақтың барысы, мақсаты деген сияқты жазып бере салады, тек қана сөзбен. А бізге ол толыққанды, мысалы Word форматында кестелермен бірге барлығы болу керек. Осындай толыққанды форматты алу үшін біз не істеу керекпіз? Біріншіден, ол әрине бізге запрос дұрыс жасау. Енді осы видеоның астында сізге осы запросты толық форматын жіберемін. Осы форматты копировать етіп, осы ChatGPT сала салсаңыз болады. Тек қана осы жерде, мысалы, серпімділік күші деген тақырыпты алдық. Осы жерден тақырыпты ғана өзіңізге өзгерте саласыз. Мысалы, біздің запросымыз мынандай болады: маған мына тапсырманы орындау көмектес, мен саған қымыржа жіберемін, осы құжатты құрылымын кестесін толықтай сақтап, тек тақырыбы, серпімділік күші және оған қатысты барлық мазмұнды мақсат сақтау керек дейді. Енді қараңыздар, запрос жазып болғаннан кейін бізде мына жерде плюс бар, оны біз басамыз, сосын upload from computer деп басамыз. Осы жерде басқанда бізде кез келген бір қымыржаны ала салуға болады. Мысалы, мынаны ала салайық. 0412 дейтін қымыржаны ала салдық. Қымыржаны жасап болғаннан кейін, біз осы стрелканы басқаннан кейін біздің запросымыз кетеді. Қазір бізде міне осы жерде бірден ChatGPT бізге жазып берді. Енді қараңыздар, бізге осылай кестемен жазды жіберіп жатыр. Осылай жіберілген кезде біз не істейміз? Маған Word форматында жүктейтіндей қылып бер десек, ол бізге солай жасап бере салады. Жүктейтіндей қылып бер, жасап бер десек те болады. Жібереміз. Осы кезде бізде ChatGPT уже ойлана бастайды, ол бізге анализ жасап, осылай Word форматында құрып жатыр. Енді біз 2-3 минут арасын күтеміз, содан кейін сіздерге дайын результатты көрсететін боламын. Мінекей, құрметті әріптестер, біздің қымыржымыз дайын болды. Енді осы көк файлды басатын болсақ, біздің файлымыз жүктеледі. Осының ішін ашып қарасақ, біздің қымыржымыз толық дайын тұр. Мінекей, құрметті әріптестер, бізде дайын Word форматымыз. Осы жерден енді база таблица салып, керек жерлерді дұрыстап жіберсек болады. Осымен біздің бірінші сабағымыз аяқталды. Сабағымыз сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Келесі кездескенше.